Hello everyone. Today's our topic is word formation nouns from verbs. Бүгінгі тақырыбымыз етістіктен зат есім жасау деп, иә. Оларды осы жинақтар арқылы жасайды екенбіз. Мысалы, ation, preserve, preservation. Яғни сақтау деген етістік болса, сақталыну деген зат есім шығады, иә. Келесі suggest, suggestion, ұсыныс жасау, ұсыныс. Conclude, conclusion, қорытындылау, қорытынды. Produce, production, жасау, өндіру, өндіріс. Келесі тақырыбымыз clauses of reason, result, себеп, нәтиже, бағыңқы жалғаулықтары. Себептікін көріп кетсек, reason, yeah? Because, өйткені. Және де себептікі барлығы не үшін, қандай себеппен деген сияқты сұрақтарға жауап береді. Біріншісі because, өйткені. Не үшін? Өйткені біз осылай істедік деген сияқты. I took a taxi because it was raining. Жаңбыр жауып тұрғаннан кейін мен таксиге отырдым. Не үшін таксиге отырдым? Өйткені жаңбыр жауып тұрды деп, иә. Келесі as, since, солай болғандықтан содан бері. She couldn't pay the rent as немесе since she didn't have any money. Оның ақшасы қалмағаннан кейін, болмағаннан кейін, иә, ол пәтердің ақшасын төлей алмады. Солай болғандықтан. Қалай болғандықтан? Оның ақшасы болмағаннан кейін, иә. Now that plus close. Енді қазірде. Now they moved to a new house. They have more room. Олар жаңа үйге көшті. Енді оларда көп бөлме бар. Енді, иә, now. Келесі сөз for, because, солайша, сондықтан, содан кейін. Ол көбінесе ресми хаттарда қолданады екен. Жаңа ақпарат қорытынды туралы айтқанда. They bought a new recycling bin for the old one was broken. Бұрынғы қалдықтарды өңдеуге арналған қоқыс бағы сынғандықтан, олар жаңасын сатып алды дейді. For деген because дегендерге де жауап береді екен, сынғандықтан. Неге олар не үшін жаңа бакты сатып алды? Өйткені бұрынғысы сынып қалды дейді. Келесі result, нәтиже. Ол осы сөздермен кездеседі. So plus adjectives, adverb. Сын есім істеу қосылады, so деген сөзге. Ол бұлай, солай, сондай, соншалықты деген білдіреді. He is so busy studying that he can't volunteer at the homeless shelter. Оның сабақты оқумен қолы бос емес болғаны соншалықты, ол баспанасыздардың іс-шарасына қатыса алмайды. Such a, such an, мынадай, сондай. Plus adjectives, plus singular countable nouns, and that. It was such a cold day that the lake froze over. Бүгін сондай қатты суық күн болды, тіпті өзен қатып қалды дейді. Such, сондай. The lake has such dirty water that no one wants to go swimming. Өзеннің суы лас болғаны сондай, ешкім суға түскісі келмейді.